أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Барша мақтау, барша мадақ әлемдердің Раббысы бізге таза шариғатты заңдастырған Аллаға болсын. Және де бұл дүниеге мейірім ретінде түскен, бізге осы шариғатты таза ретінде жеткізген пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға Алланың салауаты және сәлем болсын. Қазіргі айтатын мынау тақырыбымыз бұл ұрлық жайлы. Бұл ұрлық Аллах Тағаланың харам еткен бір істерінің бірі, күнәларының бірі. Бұл ұрлық жалпы адамның табиғатында да, бұл адамға сондай бір адамның табиғатына да жақпайтын сондай бір істердің бірі. Аллах Тағала сол істі бізге харам етті. Аллах Тағала құдси хадисте айтады: "Ей құлдарым" дейді, "расында мен өзіме зұлымдық қылуды харам еттім." Яғни Аллах Тағала ешқашан да зұлымдық қылмайды, ешкімге ешқашан да зұлымдық қылмайды. Аллах Тағаланың әділ деген сипаты бар, әділ. Және де сендерге де бір-бірлеріңе зұлымдық қылуды харам еттім. Сол себепті фәлә тазаламу, бір-бірлеріңе зұлымдық қылмаңдар дейді. Бұл ұрлық, бұл үлкен зұлымдыққа жатады. Бұл ұрлық, ол түбі адамды қорлыққа жеткізеді. Адам ұрлайды, ол ойлайды, мені ешкім көрмей жатыр, мені ешкім білмей жатыр. Бірақ бір күні Аллах Тағала оның күнәсін паш етеді. Аллах Тағала оның күнәсін паш етеді. Сол кезде адам сол түбінде бір қорлыққа жетеді. Мейлі бұл дүниеде Аллах Тағала оның мынау істеген күнәсін ашпаса да, бұл қылған ұрлығын паш етпесе де, бірақ қиямет күні бұның бәрі айқындалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен бір хадисінде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан сұрайды: "Сендер білесіңдер ме муфлис?" Яғни зиянға ұшыраған адамды білесіңдер ме? Өзінің саудасында зиянға ұшыраған адамды білесіңдер ме дейді. Сонда сахабалар айтады: "Я Расулалла, біздің түсінігімізде зиянға ұшыраған адам ол не дирхамы жоқ, не динары жоқ, яғни ақшасынан жұрдай болған адамды біз зиянға ұшыраған адам деп түсінеміз" дейді. Сонда Алла елшісі айтады: "Расында зиянға ұшыраушы адам ол қиямет күні келеді" дейді. Оның сондай сауаптары өте көп болады, оның істеген жақсы амалдары өте көп болады. Бірақ ол ананы бір ұрысқан, мынаған бір қатты сөйлеген, мынаның ақысын бір жеген, мынаны бір ғайбат айтқан, сөйтіп оған ақысын алуға жаңағы зиянға ұшыраған, яғни зұлымдыққа ұшыраған мазлум адамдардың барлығы келіп одан ақысын алатын болады. Міне қиямет күні ұрлық жасаған адамның өзі сол адамға келіп оның ақысын алатын болады. Қиямет күні ол зиянға ұшырағандардың бірі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде айтады: "Ол қалағанынша алады" дейді. Қалағанынша одан сауабын алады. Міне сол кезде ол оған сауабын қалдырар ма еді? Қиямет күні барлығы сауапқа мұқтаж болып жатқанда ол кісі оған сауабын қалдырар ма еді? Ұрлық негізі өте үлкен ауыр күнә болып саналады. Алла елшісі бір күні түнгі уақытта шығып кетеді. Сонда Абу Зар радиллаху анху оны жетіп алып жанында жүреді. Сонда Алла елшісі оған бір сөз айтады: "Ей Абу Зар" дейді, "кімде-кім ла илаха иллаллах деп шынайы, шын көңілмен, шын ниетпен, ықылас ниетпен айтатын болса, ол жәннатқа міндетті түрде кіреді" дейді. Сонда Абу Зар сұрайды: "Я Расулалла, мейлі ол зина қылса да, ұрлық қылса да сөйтіп кіре ме?" дейді. Алла елшісі айтады: "Я, ол зина жасаса да, ұрлық жасаса да, ол жәннатқа кіреді" дейді. Абу Зар сұрайды: "Я Расулалла, ол зина жасаса да, ұрлық жасаса да, сонда жәннатқа кіре ме?" дейді. Алла елшісі айтады: "Я" дейді. Басқа риуаятта айтады: "Мейлі Абу Зар оны қаламаса да" дейді. Бірақ қараңыздар, Абу Зардың радиллаху анху бұл жерде зина мен ұрлықты тең қылып, бір-бірімен бұл екі ауыр күнәні тең қылып айтып тұрған қараңыздар. Яғни адамның мынау ойына қисынсыз ғой, ұрлық жасаған адам жәннатқа кіре ме деп Абу Зардың сұрап жатқанын қараңыздар. Бірақ әрине бұл өзінің жазасын өтеп, бұл соңында бір кіретін болады. Бірақ тозақта өзінің мынау күнәсіне сай Аллах Тағала егер де қаласа оның жазасын беріп, ол артынан жәннатқа кіретін болады. Міне сол себепті хадисте, басқа хадисте келеді, хадис шарифте: "Ла язни занин ва хуа муъминун." Зина қылушы адам зина қылып жатқанда ол мұъмин болмайды дейді. Ұрлық қылып жатқан адам
Ұрлықшы адам ұрлап жатқанда ол мүмин болмайды дейді. Және де арақ ішуші адам арақ ішіп жатқанда ол мүмин болмайды. Яғни ондан иман кетеді. Оның иманы толық болмайды ол кезде. Ол ұрлық жасап жатқанда, зина жасап жатқанда, ол арақ ішіп жатқанда, оның иманы ол толық болмайды. Сол себептен бұл ұрлықтан әр адам бас тарту керек. Бұл ұрлықты істемеу керек. Ұрлық бұл кішкентай болсын, біреудің ақысын алып қойдың, ол ұрлық болып саналады. Сол себепті әр қайсымыз біз мынау қоғамды түзеуші біз және бұл ұрлықтан бас тартуымыз керек болады.